Қазір күз айында жылқыңызға міндетті түрде салуыңыз керек вакциналардың бірі бұл жылқы тұмауына және жылқы сіреспесіне қарсы вакцина. Егер бұл вакцинаны салмасаңыз, жануарыңыз ауырып қалған жағдайда емі қиынға соғады және үлкен қаражатты талап етеді. Сол үшін алдын алып қойыңыз. Мысалы, бізде жылқы тұмауына және столбнягына қарсы, яғни сіреспесіне қарсы вакцина бар. Бұл бір флаконда 2 аурудан тұратын вакцина және екіншісі жылқы тұмауына қарсы вакцина. Ішінде 10 флакон болады. Бір флаконы бір басқа арналған, яғни бір доза, және де 3 айлық құлындарға салынбайды. Буаз биелерге салуға болады және буаздықтың 7-ші айлығына дейін салып үлгеруіңіз керек. Демек, дәл қазір салынатын уақыты. Және негізінен 6 айдан бастап салынады. Бір салғаннан кейін 2-4 аптадан кейін ревакцинация міндетті түрде жасайсыз және жылқы тұмауына қарсы 6 айға дейін және столбнягқа қарсы 12 айға дейін иммунитет сақтап тұрады. Бұл Ресейде жасалған вакцина, сапасы өте жақсы. Ол жағына уайымдамаңыздар, бұрыннан үлкен шаруашылықтарда қолданып келе жатқан вакциналардың бірі.